қазақшамыз көріп қалады, сонда администратор болып жасайтын. Мамаға айтады, сіздің қызыңыз бізде осы коридорда жүреді постоянно деп. Біздер Шымкент пен Ақтаудың жігіттері болып жиналып Атырауға барып сізді өлтіріп кетеміз деп. Неге? Білмеймін. Жоқ, бұл подкаст болғаннан кейін, автор мен болғаннан кейін, мен сұрақты Сіз автор болсаңыз, мен қонақпын, вы қонақ тоже уважаете, вы чё? Я же говорила, мына тақырыпты көтермесін деп. Армысыздар, бәрі мүмкін подкастының кезекті шығарылымы сіздермен бірге Шолпан Абатқызы. Бүгінгі біздің студиямыздың, подкастымыздың қонағы көпшілігіңіз білетін, танитын блогер және кәсіпкер, көпшілікке өзінің күнделікті өмірімен мотивация болып жүрген Зайда Онуара. Бүгінгі подкастта өте қызықты тақырыптарды қозғаймыз, бірақ қалай болатынын білмейміз. Ұрсысып қалуымыз мүмкін, достасып кетуіміз мүмкін, өйткені бәрі мүмкін. Ең алғашқы сізге сұрақ былай қойғым келеді. Күніңізді қалай жоспарлайсыз? Өйткені сізге хабарласып жатқан кезде, телефон соғып жатқан кезде уақыты жоқ, барлығы жоспарланған дейді. Ең алдымен содан бастағым келеді. Уақыт, күнді жоспарлау қалай басталады сізде? Негізі жобамен, мысалға, осы аптада бірінші күні, үшінші күні, алтыншы күні жаңағыдай түсірілімдер бар деп айтады да. Жалпылай. Бұлай аяқ астынан келіп қалғандарды бір күн бұрын жазамыз. Мен сол күні, дәл сол күні келіспей қалуым мүмкін, өйткені менің 2 балам бар. Одан бөлек жаңа кәсібім бар, одан бөлек блог бар, одан бөлек өзімнің уақытым бар. Менде андай энергияға байланысты. Мен мысалға бір адаммен күшті болып ашылып сөйлессем, бір адаммен жабылып қалуым мүмкін, сондай да. Сондықтан мен біреумен кездесу үшін бір кішкене дайындалуым керек. Мен ертең осындай адаммен кездесуге барамын. Андай аяқ астынан кеттік дегенде мен кеттік деген болмайды, менде кішкене ертерек айту керек, ертерек дайындалу керек деген сияқты. Энергия тақырыбын қозғадық, иә? Өйткені қазіргі мына даму, өсу, энергияға байланысты екен барлығы дәлелдеді. Энергиямен жұмыс қалай басталады сізде? Менде жаңағыдай өзімнің, мен айта алмаймын, мен андай көрсеттім, энергияны білемін. Өзім қалай сезем, бір адамға байланысты, аурасына байланысты. Бір өзіме болады, маған ештеңе істеген жоқ, мен ол адамды бірінші көріп тұрмын, бірақ энергиясы ұнамай қалды. Мен онымен кәдімгідей водородна бұрала болып отырамын. Сөз де келмейді, әңгіме де жүрмейді, жараспайды. Ол адамға да біртүрлі менімен өткені, менің де энергетикам соответственно негатив болып кетеді. Негатив емес, андай бір ауыр болып кетеді, аурам тоже. Сондықтан мен сондайға көп мән беремін. Сондықтан мен мысалға болады ғой, бір компанияларда 20-30 адам болса, маған қиындау кішкене. Өйткені бір 20-30 адамның бір адамның энергиясы ұнамай қалса, мен уже сондай болып қаламын. Өте жаман негізі ол. Ол бағытта өзіңізбен жұмыс жасап отырсыз ба? Жоқ. Өзіме ұнайды, өзіме ұнайды. Ең бастысы өзіме ұнау керек. Менің жұмысыма жамандау кішкене. Өйткені мен енді блогер болғандықтан мен орталықта жүруім керек та. Ортада адамдармен мен өзімді жүргізуші ретінде көргім келді. Негізі жүргізуді жақсы жүргізем, энергия бар ондайға, бірақ мен де мынандай бір сәтті меңгермеппін. Мен бір жерге жүргізуші болып барған кезде бір андай сол жерде бірдеңенің энергиясы ұнамай қалды маған. Мен бармай қалды ары қарай, батпайды вообще. Бірдеңе былай тырыстым, сонда түсіндім, мен жүргізуші кішкене келмейді екен. Жүргізуші болу үшін жаңағыдай енді мен көңіл күйім жақсы болу керек. Жаңағыдай бәрі оңай бола бермейді ғой енді күнде. Сіз кәдімгі қарапайым Құлсары, Жылой ауданы Құлсарының қызысыз. Қазіргі таңда сіздің рилстарыңыз миллиондаған көрермендері бар, бір-бірінен поделиться етіп, лайк басып, астын қарасаң енді комментарийлердің түр-түрі бар, иә, өзіңіздің бір сөзіңізді айтып жүрсіз, мені танымал еткен хейтерлерім деп солай ма? Қазір қалай? Жалпы блогты неден бастадыңыз, қалай басталды? Мен күйеуге шығардым. Мен мамам айтты, тырнағыңды дұрыс маникюр жаса, өйткені ертең сен күйеуге шыққаннан кейін бүкіл пабликтер сені салады деп. Сол кезде көреді, мен өйткені менің қолымда бордовый тырнақ болды. Кішкене ашық түс, өзінің жаңа киіміңе сәйкес қылып. Ой, пабликтер не істейді мені дедім. Өйткені менің ойыма кіріп шықпайды, мені не істейді пабликтер салып. Мама айтады, әрине сен африкандыққа шығып жатқансың, ол әңгіме. Ол ертең болады, ертең сен Құлсары завода жүресің деп айтты маған. Бірақ менің мамамның ойының өзінде де ол тек Құлсарыда жүреді деп ойлады. Ал ол кезде ковидтің уақыты, той көп болмайды. Ол кезде тек қана үйде 50 адамға той жасауға рұқсат берген уақыт. Сондықтан бізде тек қана 50 адам, тек кәдімгі өзіміздің туыстарымыз, өзіміз деген адамдар 50 адам болды. Ал сырттан келген адамдардан тек жаңа музыкант, тамада.
солар ма әлде өзіміздің адамдарымыз ба білмеймін, біреу видеоны WhatsApp группаға салып жібереді, осындай қазақ қызы африкандыққа күйге шығып жатыр деп. Біздер сол күні той бітті, біздер Атырауға келдік, Құлсарда болды ғой той. Атырауға келдік, ұйықтап қалдық, түнгі 1 ма, біздер таңертең тұрсам телефоным жарылып жатыр. Не болып жатыр, түсінбейміз не болып жатқанын. Қарасам, мынау сен ба, танымайтын біреулер, баяғыда жұмыс жасап кеткен біреулер, сен ба, Инстаграмым толып жатыр, түсінбеймін не болып жатыр. Сөйтіп жаңағы группаға кетіп қалған видеоны Инстаграмға салған, ол анда-мында. Біз басында менің апам, сестрам жазып жүрді пабликтерге, өшіріп тастаңыз деп. Артынан ол уже деген барлық Қазақстанға кеткенде мүмкін болмай кетті да бәріне жаза беру. Сондықтан ары қарай кетті. Сөйтіп мен салған жоқпын. 2 күн мен ештеңе салған жоқпын. Бірақ Инстаграм парақша болды. Инстаграм парақша болды. Оған дейін Каким-то образом жұртта жоқ. Баяғыда 700 адам болды. Подпискаде болды, басқа ондай арасында бір деген фото салып қоясың, болды. Бұлай ештеңе жүргізіп. Бірақ видео түсіру, монтаж жасау деген баяғыда менде болды ойымда. Бірақ та андай блог жүргіземін деген емес, просто өзіме ұнайтын болды. YouTube-қа салатын болдым мен. Содан мен әлі ештеңе салған жоқпын. Өзімнен өзім там 10 мың болды, 20 мың болды. Менің жолдасым бүйтіп обновить етсе, деп бір какой-то минутта мыңдаған адамдар өткен жаңа пабликтердің артынан міне нағыз қой деп бәрі отметка жасап жатыр. Сондықтан бәрі оны кім деп іздейді ғой енді. Бәріне қызық. Мен әлі ештеңе салған жоқпын, бірақ бәрі подписка жасап күтіп отыр. Не салады екен деген сияқты. Сосын мен былай деп 2 күннен кейін салып жібердім. Егер сіздің ұзатуыңыз менікіндей талқыланбайтын болса, күйеуге шықпай ақ қойыңыздар деп. И содан басталды пабликтер кері салды адам бәрін. Негрге шыққан қазақ қызы осылай деп айтып жатыр деп. Одан тағы подписка келді. Уже хейтерлар жазып жатыр. Кімсің сен? Аузыңды жауып бүйткен сөйткенде деп. Сөйтіп арасында бет салып тұратын болдым былай. Сығалап қарап па? Содан кейін басталып кетті. Білмеймін, каким-то образом. Маған андай бір түрлі болды, сториске шығып бірдеме істеу. Мен ойлайтынмын, мен не деп қарайды, мен не көрсете аламын деп та. Өйткені енді өзім былай өмір, оказывается, ол да қызық екен. Былай адам жалпы өмір қалай жасады. Менде мысалы былай жоқ қой. Вип-казашкалар жасап, анда-мында бүйтіп жүрмін деген. Просто шашым типа спокойно сториста отыра беремін. Сол ұнайды екен адамға. Көбісі жазады маған андай искренности не хватает деп та. Потому что андай вылезанный фильтрмен шыққан, постоянно макияжбен шыққан, уже адамдар кішкене шаршаған сияқты содан. Содан да қараймын деп ойлаймын. Яғни сен 2 күннің ішінде жұлдыз болып кеттің ғой? Иә? 2 күннің ішінде жұлдыз болдың, көптеген адамдар саған жазылды, сені талқылап жатты, біреу оң пікір, біреу сол пікір. Көбінесе қандай пікірлер көп болды? Басында негатив көп болды. Хейтлар өте көп болды. Бәрін айтты. Менің әке-шешеме де тиісті, өзіме, түріме, әлі болмай жатқан балдарға, бәріне өтті ғой кәдімгідей. Қалай қабылдадың? Қазан айынан қаңтар айына дейін почти 5 ай тұрдық қой топта. Гуглда ашып қалсаң біздің фотомыз тұрады. Мен айтамын, осы былай болады, мысалға ұзатуға болған кезде фотолар шығады ғой. И сен ол фотоны деген бір қарайсың да, жауып тастайсың. Мүмкін 1 жыл өтіп кеткеннен кейін барып, ұзатудың фотосын қарайыншы, ашқан кезде ыстық бір. Менде ондай жоқ, мен ұзатудың фотосын көрсем, мынау біртүрлі пабликтердің фотосы сияқты, менікі сияқты. Өйткені барлық жерде тарап кеткен. До того мен ананы көрген кезде, Google-да керек па, пабликтерде керек па, әлі күнге дейін біздер уже 2 баламыз бар, 4 жыл болды үйленгенімізге, әлі күнге дейін жаңағыдай өзге ұлтқа тұрмысқа шығу десе, біздің фотомыз обязательно жүреді ішінде. Қалай қабылдадың дегенде бәрібір маған вообще. Семізсің деді, қазақ қараған жоқ деді, негр таппадың ба, в общем, түрін айтты, намыссыз, анау мынау өлтіру керек, бүйту керек. Маған бір жазып жүрді бір кездері, біздер Шымкент пен Ақтаудың жігіттері болып жиналып, Атырауға барып сізді өлтіріп кетеміз деп. Неге? Білмеймін, келіңдер деді. Кто? Оркестрмен. Келген жоқпын. Әлі күтушіміз. Бірақ тіл, көз сөзден қорықпайсың ба? Әлі де мысалы үшін Аллаға шүкір, отбасын құрдыңыздар, балалы шағалы болып жатыр. Ұл қыз Аллаға шүкір барлығын беріп жатыр. Өзіңізде андай не болмай ма? Тіл тиеді, көз тиеді деген сияқты. Енді біз бәрі қазақ болғаннан кейін, қазақы наным сенім болғаннан кейін, бәлкім сенің әке-шешең салмай қойсаңдар, кішкене өздеріңді қарап жүрсеңдер дейді, андай болмай ма? Жоқ. Мен енді ол көз тиеді дегенде ондай не салып жатырмын, мысалы. Күнделікті өмір. Басқадан қызық болады жоқ. Бірақ өзі қызық болып тұрады адамдарға. Сізге қызық емес, бірақ өзгелерге қызық, иә? Сіздің мысалы үшін бір ғана айтқан мотивацияңыз, бір ғана сөзіңіз
көп адамға негізі комментарийлерді қарасаң, мысалы, егер сіздің өміріңіз қызық болмаса, комментарий жазылмас еді, лайк басылмас еді, қаралым көп болмас еді. Мәселен, сізге 2 мың, 3 мың, 5 мың, 10 мың адам келді. Сол 10 мың адамнан 100 мың адамға жеткізу подписчикті және тұрақты түрде Ұстап тұру. қаралымды белсенді дейді ғой, яғни активность, белсенді ұстап тұру бұл өнер. Сіздің бойыңызда сондай актерлік қабілет бар ма? Бар. Менде де сосын жолдасымда да бар. Ол андай болады, грустный түрде қатты салады. Сосын біздің бүкіл контентіміз сол ғой. Мен якобы абьюзер, ол грустишка болып қалады. Күштелеседі өзіне деп тұра қалады, аят үсті болып тұр. Жалпы енді сіз ең бірінші таныстықтарыңызды жаңа естіп, мен рилстан қарап шықтым, бірақ тағы да бір подкаст көріп отырған адамдарға қызық болсын, қалай басталды таныстығыңыз? Ол таныстықтан бұрын ағылшын тілін қайдан үйреніп бастадыңыз? Содан бастайық, өйткені енді ең бірінші екеуі ара бір тілдесу болған кезде сөзден басталады, қалай болды? Қанша жастан ағылшын тілін Мен ағылшын тілін бала кезімнен жақсы көретін болдым. Тіпті бізде мектепте ағылшын тілі әлі болған жоқ ол кезде. Бізге ағылшын тілі 5-ші сыныптан бастады ғой. Ағылшын тілі болған жоқ. Мен жаңа апаларымның кітаптарын қарап қызық көремін, не тіл білмеймін, не тіл екенін. Сосын ана Backstreet Boys'тың өлеңі бар ғой, кассетке жазасың да show me the meaning деп. Сосын олар қалай айтады, солай произношение жасап сөйтіп үйреніп жүрдім. Сосын 5-ші класста бізде английский болған кезде мектепте кішкене былай ғой. Солай жаңа алфавит оқыдық, бүйтіп әйтеуір ағылшын екенін түсіндік. Мен ана кітапты кітапханадан алып келемін да бәрін оқып тастайтын едім. Бір білмеймін, бір қызығушылық болды. Содан олимпиадаларға қатысып жүрдім. Біздерде ол кезде Құлсарда курс деген жоқ тағымен. Сол мен оны оқып жүргенде қазақ тілі қоғамы деген курс келеді бізге Құлсарға. Ол кезде әлі есімде 1,5 теңге айына. Мен көп балалы отбасынанмын. Мен түсінемін, что айына 1,5 теңгені мен әке-шешем мүмкін көтере алмай ма? Өйткені тағы бір үйде студент бала бар мысалы. Сосын мен оларға айтпаймын, ұяламын айтуға. Бірақ мен құрбыммен бірге барам. Ол құрбым кіріп кетеді сабаққа, мен коридорда тұрам, тыңдап тұрам болып жатқан сабақты. Жақсы көретін, мен кірсем екен деп. Содан бір құдашамыз көріп қалады, сонда администратор болып жасайды. Мамаға айтады, сіздің қызыңыз бізде осы коридорда жүреді постоянно деп. Мама айтады, сен не істеп жүрсің коридорда? Сосын мен айттым, мен оқуым келеді, енді айтпайсың ба деп, сөйтіп алып барды мені жаңағы қазақ тілі қоғамына. Содан апаймен сөйлескен кезде мама айтады, сен ағылшын қайдан білесің? Өйткені апай мен тест алып жатқан кезде мен ағылшынша жауап беріп отырдым. Сөйтіп, ой, қайдан болса да табамыз 1,5 теңгені, бара бер деп. 1,5 енді қазіргі мен бір 20 мың ақша шығар ол кезде. Сөйтіп жазды мені курсқа. Сөйтіп курсқа бардым 2 жыл 10-11 класста. Сосын универге түстім. Ағылшын тілі бойынша. Иә, университетке түскен кезде кәдімгідей сүйіп түсетін адамдар аз болды ол кезде. Білмеймін, именно Инязға английскийді жақсы көріп түсетіндер. Өйткені көбісі математикадан қашып түседі екен. Өйткені Инязда математика жоқ. Математикадан қашып Инязға түседі, содан былай жүреді. Кәдімгідей біліп жақсы көріп баратын адамдар өте аз болды. Мысалы, бізде группада 20 адам ба, соның 2-і бар ма, жоқ па? Сондай болатын болды. Содан кәдімгідей үйреніп, сосын мен бір түсінгенім педагог болып меніңше адам туылатын сияқты. Одан енді оқимыз ғой біздер педагогика, психологияны, бірақ одан бөлек адамға түсіндіре білу, ойыңды жеткізе білу. Маған айтады, мысалы сен бір хейтерларға жауап беремін ғой кейде. Сонда айтады, ой, неге нервыңды құртасың? Мен нервымды құртпаймын, маған ол кайф, біреуге бірдеңе түсіндіру, рахаттанамын ғой кәдімгідей бүйтіп басын ашып, ішіне бүйтіп салып, кері жауып. Кейбіреулер түсінбейді бірақ мен айта беремін. Білмеймін, мысалы мен өмірде шыдамсыз болғанмен, мен сабақ беріп отырамын ба, бір адамға 100 рет болсын, 1000 рет болсын, ана адам түсінбейінше қайталап айта беремін. Оған шыдамым жетеді. Негізгі мамандығыңыз ағылшын тілі пәні мұғалімісіз. Және сіз курс беріп бастадыңыз, Теңізшевройлда сабақ бердіңіз, содан басталды. Жоқ, мен переводчик болдым. Теңізшевройда жоқ. Мен ең бірінші оқу бітіргеннен кейін мұғалім болып жасадым. Одан бір жылдай. Одан кейін Атырау нефтеперерабатывающий болып Анпуза. Сонда жасадым, аудармашы болып, Қарабатанда жасадым. Содан Теңгизге кеттім аудармашы болып. Бірақ мен әлі жаңа мұғалімдікті жақсы көремін. Енді әрине мұғалімдікте көп ақша жоқ, өкінішке орай. Сондықтан мен Теңгизде аудармашылық жасап жүрдім, аудармашылықты да жақсы көремін. Бірақ 28 күн демалған кезде жаңа оқу орталығында сабақ беріп жүрдім. Құлсарда ма, қайда болдыңыз? Жоқ, Атырауда. Мен Атырауда жасаған оқу орталығы, қайда 13-ші жылы жасаған оқу орталық бір 7-8 жыл болды ол кезде. Әлі жаңағыдай Теңгизден демалыстан келгенде шақырады мені. Өйткені олар андай жұмысшыларға сабақ береді, жаңа мен сияқты Теңгизден келетін. 10 күн интенсив, 2 апта интенсив, соған келесің ба, бос уақытың болса деп. Сөйтіп 28 күн Теңгизден барып, 28 күн демалған кезде сабақ беретін болдым. Вот сонда таныстық біздер жолдасыммен. Ол оны жасап жүрді.
ағылшын тілін жаныңмен жақсы көрдің, үйретуді өзің жаныңмен қаладың, сол үшін сен бұл жерде былайша айтқан кезде жұмысты жасаған жоқсың, сен рахаттандың. Иә. Иә? Самая высокооплачиваемая работа — это хобби дейді ғой. И сол жақтан Кәдімгідей. табысың да жақсы болды. Иә, ол енді былай бірге келген зат қой. Мгм. Негізі ең бірінші махаббаттан басталды бәрі. Мен қатты таңғалғаным, орыс, қазақ, ағылшын тілін жетік меңгергенсіз, және бір тілді бір тілге қоспай сөйлейсіз да, шұбалаңқы емес, бір орысшаның ішіне ағылшын кетіліп, ағылшынның ішіне орысша қосылып жатқан жоқ. Ағылшын таза ағылшын тілінде сөйлейсіз, орысша сөйлейсіз, көбінесе байқадым. Жалпы ағылшын тілін еркін меңгеру үшін енді үйренгісі келіп жүрген мен сияқты адамдар мәселен басын бастап артын тастап кете беретін аса қатты бір нәрсе жоқ. Ағылшын тілін еркін меңгеру үшін неден бастау керек? Қазір мен жаңағы тіл араласатын туралы айтып кетейінші. Доминанттық тіл деген бар. Мысалға сен өмірде күнделікті қай тілді көбірек қолданасың, сол тіл доминант болып келеді. Мысалға, бірінші тұрады, ойыңа сол келеді. Мысалы біздер универде жүргенде, екінші курста неміс тілі болды бізде. Мен өйткені екі тіл мұғалімімін. Неміс тілі болған кезде бізде неміс тілі мұғалім Ақтеңенгі басымда өте қатаң кісі болды. Кәдімгідей оқу керек. Біздер сол неміске кіріп кеткенбіз ғой. Кіріп кеткеніміз соншалық басқа тілдің бәрін ұмытып қалдық. Мына терезе деген сөзді ұмытып қалдық. Бүкіл бізде 20 адам ба группада. Das Fenster. Қалай еді мынаның орысшасы да, қазақшасы да, ағылшыншасы ойымызға келмей жатыр. Бәріміз шок. Қалай? Неге? Өйткені біздер жаңағы оқимыз, нені тапсырамыз деп неміс тіліне кіріп кеткенбіз ғой басымызбен. Сол сияқты доминант. Оны контроль жасайтын адам бар, жасай алмайтын адам бар. Мысалы бізде деген шетелдік компанияда жасап жүрген кезде көп сөздер ағылшынша кетеді жаңағыдай. Форварднуть етіп жібер, принт етіп жібер деген сияқты. Сондай приатачить етіп жібер деп айтады. Оны жаңағыдай компанияда жасайтын адамдар түсінетін болар. Өйткені ол сөздер көбірек қолданылады да. Қолданыста жүрген тіл болғаннан кейін оны қиын жаңағыдай еске түсіру. Ол андай не выпендривается, ана бар ғой. Смотря сколько details деген, это не выпендривается, просто адамның ойына сол сөз ғана келеді бірінші. Мен соны кәдімгідей өз-өзіме үйреттім. Мен өйткені жыным келеді андай жонглировать етіп тоқпай сөйлегенге. Сондықтан кішкене ол өз-өзіме жұмыс қой. Өз-өзіме үйреттім. Сен мысалы қазақша сөйледің ба, қазақша сөйлейсің деген сияқты. Соның өзінде де кейде келіспей жатады, бірақ тырысады. Былай енді кейде болады бір сөзді ұмытып қаласың. Енді мысалы мен қазір көбіне жолдасыммен сөйлесем ғой ағылшынша. Кейде болады жаңағыдай бір сөздер ағылшынша келіп тұрады. Бірақ андай ұзақ ойланып қаласың, қалай еді деген сияқты. Кейде керісінше болады, қазақша келіп тұрады да ағылшынша келмей қалады деген сияқты. Ол білгеннен кейін былай болады. Демек 5 тілді білесіз, иә, қазіргі таңда? Қанша тіл білесіз? Немісшені көп практика жоқ болғандықтан кейін ұмытып тұрмын. Былай оқысаң қайтып еске түседі. Иә. Біздерде деген неміс тілінен неміс ағай келді 4-ші курста жүргенде. Сол таңғалды, қалай сендер 2 жылда осындай нәтиже көрсеттіңдер ма деп. Біздер деген кәдімгі газеттен статьяларды аударып жүрдік. Кәдімгі спокойно неміс кісімен сөйлесетін болдық. Өйткені бізде мұғалім күшті болды сол кезде. Екінші сұрағыңыз қалай еді? Тілді меңгеру үшін жаңағы мына мәселен ағылшын тілін енді орыс қазақты барлық Қазақстанда тұратын адам барлығы біледі деп ойлаймын. Ағылшын тілін еркін меңгеру. Біз енді былай ғой, шетелге қыдыруға барсаң амал жоқ үйреніп аласың ғой, әйтеуір нан сұрап су ішетініңді де қайда оңға жүрем, солға жүрем дегенде. Жалпы былай ағылшын тілін меңгеру үшін неден бастау керек? Оңай бір 3 жол 4 жол оқу керек. Мысалға менен қазір нәтижені көріп тұр ғой. Көбісі сұрайды, қалай сен тез үйрендің, қалай сен жеңіл үйрендің? Мен тез үйренген жоқпын, мен жеңіл үйренген жоқпын, мен оқыдым, күнімен түнімен кітапханадан шықпай оқыдым. Соның нәтижесі. Оның ар жағында көбісі нәтижені көреді да, ар жағында жатқан еңбекті көрмейді да. Сондықтан көбісі ойлайды жаңағыдай, андай нелер бар да, курс 3 айда оқып үйреніп шық. Сенбеңдер, ондай жоқ. Оқу керек. Мысалы 3 айда мүмкін оқу, егер де сен қатыссаң, орындасаң, әрдайым сен практика хотя бы 24 сағаттың 1 сағатын соған арнасаң, практикада қолдансаң, ол мүмкін. Бірақ көбісі олай жасамайды. Сондықтан біздер гарантия да бере алмаймыз. Біздерге мысалы оқу орталығына келеді, мен қанша уақытта сөйлеп шығамын? Мен қайда білемін? Мен саған қазір айтамын, иә, 3 айда сөйлеп шығасың деп. Ол кісі сабаққа келмей қалады, орындамай қалады. Өйткені адамдарда болады мотивация деп келеді. Мен тауды қуып барайын деп, мен английский оқиын деп жатырмын. Шетелге барып келеді, қиналып келеді. Мен болды, мен ауылға барғасын ағылшынша оқимын деп келеді да. 1-2 күннен кейін мотивация кетіп қалады. Мен құдалығым бар еді, менің жұмысым бар еді, мен ұйықтап қалып едім, басталады и келмей қалады. Одан қандай нәтиже шығады мысалы? Нәтиже шығу үшін күнде бірдеңе жасау керек. Мысалы біздерде сабақ аптасына 3 рет қой, аптасына 3 рет 1 сағатта максимально білім береміз. Аямаймыз білімді максимально. Одан бөлек үйге барып оны практиковать етпесе, ол білімнен особо пайда жоқ. Жалпы айтады ғой, жеңіс
иә, чемпиондардың жеңісі, бұл біз көбінесе тек қана оны сахнадан, иә, бір аренаға шығып, мына неден грамотасын, кубогын қолына алып жатқан кезде ғана осы вау, чемпион, жеңіс деп айтамыз. Шындығында жеңіс таңертең өзіңді жеңіп төсектен тұруың, далаға шығып жүріп келуің, жаңағы осы жерде егер ағылшын тілін айтатын болсақ, күнде кемі 5 сөзді жаттауың, иә, күніне бір бет кемі кітап оқуың, соның өзі жеңіс. Біз сол жеңіс, жаңа жетістік дегендердің шынымен де тек бер жағындағысын қараймыз да, ар жағына көп үңіле бермейміз ғой. Шындығында жеңіс ол өзіңді жеңуден басталады. Иә? Енді сіздің тілге деген махаббатыңыз ары қарай өмірлік махаббатыңызға айналды, солай ма? Иә. Таныстық қалай Мен басталды? қазірдің өзінде де мысалға тілге бір қабілеті бар адамдар да болады. Мысалы мен бір тілді үйренгім келсе, маған қиын емес. Маған математика қиын мысалға. Мен таблицу умножения білмеймін, если что. Екі екі нешеден сізден сұрап кеткен. Вот білмеймін екі неше екен. 4 па 6 ма? 4. Все, теперь білем. Былай бір сондай болады, мынаған қабілеті бар, мынаған жаңағы гуманитарий, там технический не деген. А вот екеуінде де бар. Менде сол мына математика ақша санап білем. И то наличка берсе санай алмай қаламын мен деген. Ана жерде. А былай сдачада бүйтіп санап білем. А былай қиындау мен немен санмен кішкене не особо дружу. Негізі бірдей. Тілмен, иә, тіл мысалға маған жаңа бір тіл үйрену керек болса, қиын болмайды маған. Кез келген уақытта. Енді жолдасыңызбен таныстық, яғни сізді жұлдыз қылдырған осы сіздің отбасылық өміріңіз ғой? Иә? Қалай басталды таныстығыңыз? Сол мен 28 күн демалысқа келген кезде оқу орталығында жасап жүрдім. Ол кісі басқа филиалда жасап жүрді бірақ та. Сол күні басқа бір мұғалімді, жұмысқа шықпай қалған мұғалімнің орнына келген ғой, мен жасап жүрген орталыққа. Мен баспалдақтан түсіп бара жатырмын, ол көтеріліп бара жатыр. Сосын мен бірінші көріп тұр ғой енді. Бір бүйтіп көрдім, қылауында музыка ғой, былай қарап бара жатқанын көрдім да, мән берген жоқпын. Сосын өтіп кетті да, жоғарыдан қарап отырып, ты кто дейді маған. Сосын бүйтіп қарадым да, человек, андай өзінше человек деп қалған. Сөйтсем, ертесіне келсем, сол кісі жүр іште. Сосын администратор күледі, мә, саған бір кісілер деген ғашық болып жүр. Сол келгеннен кейін сұрапты, мынау кім келіп, мұғалім ба, студент па деп. Сол айтқан, мұғалім менің қай уақытта келетінімді біліп алған. Сосын жаңағыдай начальствоға айтып ауысып алған сол жаққа. Енді мен коридорға принтерға шықсам, каким-то образом ол да атып шығады. Хай деп. Мен неге су алуға шықсам, каким-то образом ол да атып шығады. Хай деп. Сөйтіп жүрді. Сонымен енді біздер өзімізше болып қаламыз ғой. Сөйтіп ол деген қараша айында болды. Сосын мен ары қарай жұмысқа кетіп қалдым. Сосын мен ол кезде Атырауға кері келмей қалдым. Анда бардым. Сөйтіп наурыз болады, наурызда ковид басталады 2020 жылы. Ковид басталған кезде мен Теңгезге кетіп қалдым. Теңгезде мен 5 ай болдым ковидте, волонтер болып жасап жүрдім. Бізде Теңгезде карантин болды. Мысалға бір бөлмеде 7 адам отырамыз да, біреуінде ковид шықса, бәрімізді карантинге жауып тастайды, изоляцияға, иә. Сөйтіп изоляция деген былай, бір бөлмеде жалғыз өзің жатасың. Оқшаулану ғой, иә. Иә. Телевизорың бар, Wi-Fi бар, интроверттерге керемет. Мен рахаттандым 14 күн жалғыз өзім, ешкім көрмейсің, ешкіммен контакт етпейсің, рахат, тамағың есі келіп кетеді, болды. Сол жатқан. Бірақ сол бір изоляцияның бітуіне бір 2 күн қалған кезде маған жазып жіберген. Қалайсың, Теңгезе деген, ол кезде жаңалықтардан көп айтып жатыр, Теңгезе кісі өлімі, андай деп тұрын жазып жатыр. Негізі Теңгезде вообще күшті болды. Өйткені дистанциядан сақтадық. Бүкіл ел маска таба алмай жатқанда дұрыс тауып берді ғой, маска. Жаңағыдай түгелсіз бәрімен жүрдік. Сөйтіп жазды, андай Теңгезе вспышка болып жатыр дейді, қалайсың, амансың ба деген сияқты. Бір сондай бір сабота болып қалды да. Күшті болып қалдым, бізге қыздарға не керек басқа, жақсысың ба деген сөздің өзі деген рахат. Сөйтіп жазып жүрді, мен жауап бердім да, кешке қарай жүрді, телефон соқсам бола ма деп. А мен телефон сөйлескен атпаймын вообще. Сосын каким-то образом хорошо дедім. Жүрек дұрыс етті, иә, бір сезім келді. Ай, осы қоңырауға жауап берейінші, осы бір нәрсе бар ау. Судьбоносный қоңырау болды. Сол кешкі 7-ден таңғы 5-ге дейін сөйлестік қой. Мына мен жағым деген талды, өткен оның деген жаңағыдай несі күшті, чувство юмора. Сізді баурады. Иә, бітті уже. Болды мен деген сол жерде. Сындым дейсің. Бір ғана звонокпен. Иә, сөйлескеніміз бар. Содан басталып кетті. Наурыз айынан маусымға дейін мен Теңгезде болдым, солай телефонмен, видеомен сөйлесіп жүрдік.
онлайн. Иә, Иә. басында енді бір-біріңізді көрдіңіздер, Иә, жүректе бір өйткені мен ұшқын теңізде болды. болдым, иә. Иә, сосын екінші енді қоңырауға Иә. ешкіммен сөйлеспесеңіз де сонымен сөйлескіңіз келді. Бәлкім ол тағдыр. Жалпы өзіңіз бұрын қалай қарайтын едіңіз? Өзге ұлттың өкіліне күйеуге шығам деген сияқты ой болды ма? Шетелдік компанияда жұмыс жасап жүргеннен кейін, оларды көріп жүргеннен кейін Иә. маған ол да кәдімгідей басқалар Қарапайым сияқты адам, иә. адам. Мгм. Сондықтан мен ойлаған жоқпын, мен ол кісінің сондай нәсіл екенін, мысалы мен әке шешеме заранее айтуым керек деген ой менде болған жоқ. Мгм. Мен деген сол теңізден келдім, екеуміз кездесіп жүрдік. Сөйтіп мен атырауда екеуміз жүрген кезде, Құлсарда жүргенде видеомен сөйлесеміз ғой. Менің жиенім көріп қалды. 5 жасар, ол кезде 5-те. Көрді да, деп кетіп қалды. Видеодан Қар адам көріп тұр ғой. Дейді да, кетіп қалды. Сосын бір мезгілде сөйлесіп не істеп жүрдім да. Атырауға кетіп қалдым мен кездесуге. Мама телефон соғады. Қайдасың сен деп. Айтамын, сижу в ресторане деп. Сен қара жігітпен сөйлесіп жүргенің рас па дейді. Кім айтты десем, Нұрия айтты. Қара тәтенің, мені қара тәте деп айтады. Өйткені мен үйде ең қара торысымын. Қара тәтенің жігіті қап-қара деп айтты. Ей, шын ба не дейді, біз как раз обед отырмыз. Я міне деп көрсетсем, сен қуасың ба дейді. Қазір сосын сөйлесеміз деп телефон қойып жатады, кешке қарай қайтып санап бір, сен шынымен ба? Не болды? Өйткені менің ойымда жоқ ондай, бір айтуым керек. Кәдімгі серьезно жүріп жатсыңдар ба? Мама да шок. Сосын я жақсы үйге келгесін сөйлесеміз. Үйге келгеннен кейін серьезно ма или жаңағыдай жай ма? Айтамын, білмеймін, сіздер енді жаңа бастап жатырмыз, білмеймін деп. Сосын андай біртүрлі болып қалды. Содан уже серьезно екенін түсінді бірнеше ай жүргеннен кейін. Сосын жайлап папаға айтты өзі. Папа айтты, ол сүйсе, ол жақсы көретін болса, мен де жақсы көремін. Ол қандай нәсіл болсын, ең бастысы бақытты болса болды деп. Сөйтіп мамыр айында, мысалға қашан? Наурыз, келесі жыл, получается, через полгода. 6 айдан кейін предложение жасайды ол. Қаңтар айында предложение жасайды. Содан кейін мамыр айында мен әке шешеммен таныстыруға келемін. Оған дейін оларда бір андай бір күмән ба болды да, қалай не адам, менталитеті басқа, тілі басқа деген сияқты. Мамыр айында кездесуге келгеннен кейін ол енді өзіңіз де байқайтын шығарсыз, андай айтады ғой, аузын ашса жүрегі көрініп тұрады деген, сондай көздерінің өзі добрый ғой. Сөйтіп сөйлесіп көргеннен кейін барып только успокоились они. Нормально дейді. Бірақ сіз тұрмысқа шыққаннан кейін осы жақта тұрамын деп шештіңіздер. Иә. Енді болашақта мүмкін енді, бірақ әзірге осындамыз. Джессиді несін, Джесси аты? Жексен деп па бір ат қойып қойдыңыз ғой, жоқ, сосын мен жаңа көрсем рилстардың бәрінде қазақша түсінеді, қазақша сөйлеп, қазақша ол кісі жеңіл үйренді ма? Жоқ, біздер кездесіп жүрген кезде ол орысша сөйлейтін болды. Мен оған айтамын, сен не орысша сөйлейсің, не Қазақстанда жүрген жоқсың ба деп. Ол айтады, мен орысша ешқайда үйренген жоқпын. Сіздер өздеріңіз маған орысша үйретіп жүрген деп. Өйткені бізде, байқайсыз ба, шетелдік көрсе автоматом орысша сөйлейді бәрі. Тіпті орысша білмейтіндер де здравствуйте деп орысша сөйлеп кетеді ғой. Ол айтады, мен мысалға орысшаны қайдан үйрендім? Дүкенге барам, студенттерден, коллегалардан бәрімен мен орысша сөйлейді. Ешкім маған қазақша, ешкім бір-бірімен де қазақша сөйлеспейді, мен қайдан үйренемін дейді. Сол кезде мен біртүрлі намыстанып қалдым, сұрамауым керек еді. Оған қазір қазақшаны үйретіп жүрген менің мамам. Маған айтады, неге сен үйретпейсің? Ол қиын. Мысалға мен неге терлеп тепшіп оған қазақша үйретемін, егер мен ағылшынша айта салсам. Ол кішкене еріншектік па, білмеймін. Мысалы үйде жүргенде де мама айтады да, хотя бы бір 10 сөзден үйретіп тұршы деп. Менде уақытым жоқ оған қазақша үйретіп жүрсем. Мен тем более мен ол тілді біліп тұрсам, неге мен қиналып болған. Балам мысалы қазақша балабақшаға барады. Ол сонан үйренеді қазақшаны. Маған айтады, неге сен балаңа ағылшынша сөйлейсің? Біздің ол отбасымыздың тілі ағылшын деген. Ол қазақшаны мен үйренсін деп балабақшаға бердім. Одан бөлек жаңағыдай жиендер бар, бөлелер өзінің. Солармен қазақша сөйлеседі. Ол қазіргі таңда 3 тілде сөйлеп тұр. Бірақ ол мысалға бізбен автоматты түрде ағылшынша сөйлеседі. Ол маған ешқашан қазақша ештеңе айтпайды. Ал нағашыларына, балабақшаға барғанда қазақша айтады. Оларға ағылшынша айтпайды. Балаларыңыз ба жаңа? Үлкен ол, кішкентай, әлі кішкентай, 4 ай. Енді мысалы үшін қазақ азаматы, сіз енді қазақ отбасында тұрдыңыз, қазақша, қазақ жігіттерін білесіз, бірақ міне сіз өзге ұлт өкіліне шықтыңыз. Негізгі ұлты? Нигериец. Нигериец. Қазіргі сіздің қазақ жігіттерімен салыстырмалы түрде қарағанда?
салыстыру үшін мен олармен бір Тұруым белгілі керек бір шығар, иә отношениеде болу жоқ, керек. енді сіз білесіз ғой аға жеңгеңізді, апа Мгм. жездеңізді. Енді сіз қазақ қоғамында тұрғаннан кейін, иә, ағайын тума Мгм. туыс, құда жекжат деген бар ғой, біз бәрібір білеміз да отбасылық өмірде. Жалпы салыстыру деп айтпайтын шығармын. Мысалы үшін бізде қазақ жігіттері қазан ошаққа жақындамайды да. Мысалы үшін, сіз өзге ұлт өкілдері ол үнемі қасында жүреді, үнемі қамқор болып жүреді. Мгм. Сол қарапайым нәрселерден бастауға болады да. Иә. Мысалға менде де кейде стористарда түсіріп жатамын. Оған обед пісіре салу, жаңағыдай ыдысты жуа салу, баламен қалай мен сол сөзге түсінбеймін, көмектесу дейді да, ол көмектесу емес, ол деген жаңағыдай оның да жауапкершілігі ғой. Бір үй, бір отбасы, бір ошақ. Мен мысалы ол баланы күлге аунап туған ештеңем жоқ. Өзінің баласы, өзінің бір жауапкершілігі бар. Мысалға таңертең мен қызыммен бірге ұйықтаймын обедке дейін. Ол тұрып баланы оятып, жуындырып, тамағын беріп, киіндіріп, балабақшаға өзі апарады. Соған бәрі такой молодец. Енді өзінің баласы ғой. Соны түсіндіре алмаймын да. Өзінің баласы, жауапкершілік бар ода да. Мен неге жалғыз әйел оның бәрін жасау керек? Мен тағы одан бөлек тағы кішкентай қызым бар. Мен ұйықтауым керек. Сил должна набираться. Соған мысалға менде или настроение жоқ, или уақыт жоқ тамақ істеуге. Ол істей салады. Андай неге тамақ дайындаған деген жоқ ондай. Өзі жасай салады. Өзі мысалға кешке қарай жұмыстан келгенде или заказ береді, или өзі не істейді. Мен бос болмасам мысалы, менде дегенде өзімнің жобаларым бар, өзімнің өмірім бар. Мен деген үйде тек қана қазан ошақ алдында отырмаймын. Осының барлығы үйленгенге дейін келісілді ма, әлде бұл отбасылық өмірде өзімен өзі солай бола салды ма? Өзіме өйткені ол адам деген не көріп өсті, сол несі дейді ғой. Мысалы біздер Нигерияға барғанда мен көргенім әкесі сондай. Мысалға менің енемді кәдімгі королева қылып қарайды ғой. Андай мысалға енем келе жатыр ма, отырайын деп тұрып стульчиктерін бүйтіп сүртіп қояды. Таза жерге отырсын деп. Андай су не дегенде кәдімгі енем барып ол үйде жалпы енді білмеймін, Қалай басқа сол сапарға нигериялықтар айтайық, білмеймін. қашан, қай уақытта барып таныстыңыз ол жақтың Біздерде қайын жұртыңызбен? ковид болғаннан кейін Қазақстанға келу қазірдің өзінде де қиын. Нигериядан Қазақстанға келу, өйткені Қазақстанмен келісімшарт жоқ. Қазақстанда Нигерияның елшілігі жоқ. Сондықтан документтер алу өте қиын. Біздер Каир арқылы жасаймыз оның барлығын. Өйткені Қазақстанда тұратын нигериялықтар Каирде жасайды документтерін. Ал менің енем 70-тегі кісі. Ол Каирге барып, Каирде барғанда мә келдің ба деп бере қоймайды. Сен жүру керексің, банкке барып пошлин төлейсің, қайтып келесің, то базар жасамай қалады. Біздің елшілік Құдайға шүкір. То анау дейді, то мынау дейді, жүріп ол адам жүре алмайды. Қалай болғанда да. А ковидтің кезінде тіпті оның өзінде де беру бермеу екі талай болды. Сондықтан ол кісілер біздің тойға келе алмады. Сосын одан кейін біздің де баруымыз жаңағы ковидтің кесірінен былай болып қалды. Содан кейін менің аяғым ауыр болды. Сосын мен босандым. Бала кішкентай дедік, өйтіп бүйтіп, в общем, бала 1 жас болған кезде бардық. Ковид та кетті ол кезде, бәрі де нормально болды. Сөйтіп Нигерияға барып келдік. Сол кезде мен блогта көрсеткен кезде бәрі шок болды ғой. Өйткені бәрі ойлайды, ойбай, Африкада жұрттар аштан өліп жатыр, топырақ жеп жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Жаңағыдай неде тұрады, шалашта тұрады деген сияқты. Менің ата-енемнің үйін көргенде, супермаркеттерді көргенде, тамақ бар ма? Біреу жүрді ғой, ет бар ма, нан бар ма деп. Ояқта кәдімгідей ол кәдімгі дамыған ел ғой. Жолдардың өздері қандай керемет. Күшті. Ол жақта ондай көп жоқ, там нигериялықтар үйлену керек деген. Үйленсе болды, главное. Сіздің өзіңіздің түріңіз сол жаққа несі келіп тұр ғой. Мен енем айтады, сен деген негізі біздің не жақта туылу керек едің деп. Каким-то образом шатасып кеткенсің, аяққа кетіп қалғансың деп. Өйткені олар айтады кәдімгідей. Мысалға ол жақта отбасылық құндылық бар. Көп шетелдерде ондай жоқ. Ол жақта көбіне жаңағыдай американдықтарға үйленеді, или британдықтарға үйленеді. Сөйтіп жаңа естіп жатыр ғой, көршілері, кейбір туыстары американдықтарға үйленіп жоқ болып кетеді. Ер адамдар көбіне негізі ер адамдар әйел адамның айтқанымен жүреді ма, бір сондай ғой. Әке-шешеңе ондай әйел адам сияқты аз өйтіп кәдімгі әке-шешесіне өліп телефон соғып жаңағыдай қалайсыңдар деп анау мынау забота не істеу деген өте аз. Сөйтіп көбісі жоқ болып кетеді, жаңағы әйел араласпайды, балдарын жібермейді деген сияқты. Сол шетелдікке үйленеді деген естіген кезде көршілері келіп енеме айтыпты, енді жаңағыдай сабыр ет, анау мынау деген сияқты. Өйткені олар ойлаған ғой, сол кеткеннен ол кетеді деп.
содан мен жаңағыдай босағаннан кейін фотоларын жіберемін, видеоларын жіберемін. Өйткені ертең барған кезде бөтен бала болып қалмасыншы деп. Мысалға күлді, оянды, тұрды, бүйтіп жатыр, сөйтеді, аунады, бәрін жіберіп отырамын. Өйткені бізде 1 жас кезінде барған кезде оларға уже ыстық та, өйткені бүкіл жаңағыдай оның даму процесін бәрін көріп шықты. Онлайн болса да, қарым видеомен болса қатынасты да. ұстадың Иә, өзің. видеомен телефон сағам күнде сөйлесеміз. Сөйтіп барған кезде бір-бірімізді баяғыдан танитын адам сияқты болып қалдық. Кімде үлкен ұлымыз да оны уже әже деп танитын болды. Өйткені жаңа видеодан көреді ғой постоянно. Сол кезде видео жібергенде жаңағыдай сабыр деп келген көршілерге көрсетеді екен, менің келінім міне маған видео жібереді. Оны біздер барған кезде айтады, жаңағы інім айтады, ой ақыры, өйткені көбісі келмейді екен. Тіпті жаңағыдай мысалға баланың өзі келсе де әйелі келмей қалады екен, балдарын жібермей қалады екен. Сондай андай отбасылық құндылық. Біздер енді жаңағыдай енең деп бір андай қайын жұртың деп басқаша не істеп тұрасың ғой. Все равно біздер солай өскенбіз, солай көріп өстік. Біздің көрген жеріміз сол. Соған риза болады. Сіздер де біздер сияқты екенсіздер ғой деп. Сосын ол жақта мысалы босанған әйелге 3 айдай күтім болады. Ерекше құрметпен қарайды. Иә, босанғаннан кейін жаңағы әйелдің өзінің шешесі келіп бағады. Өйткені олар сенімдері былай да, өзіңнің шешеңде ешкім саған жаңағыдай қамқор бола алмайды деген сияқты. Иә. Баланың өзін көп бәрі жүреді сол жерде. Сол мен босанғаннан кейін мама келген кезде, менің мамам келді. Сонда енем звондап, сіздер де біздер сияқты солай келетін болды ғой деп. Мен шай жатқан жоқ едім. 1-2 күннен кейін мен жұмысым бар деп кетіп қалды. Мен жұмысым бар деп кетіп қалды ғой. Сонда айтады да жаңағыдай отбасылық құндылық біздерге ұқсайды екен, ұқсас екен сол жақтарым деп. Келіспей қалатын тұстарыңыз болады ма? Сіздер ондай тұста? Конкретно менталитет бойынша келіспей қалады деген жоқ. Білмеймін. Біздерде көп сұрайды, ұрсасыздар ма деп. Мен айтамын, енді отбасы болғасын ұрсасың ғой. Бірақ енді андай деп. Мен айтамын, біздің бір ұстанысымыз, мүмкін біреуге де сабақ болар. Біздер ешқашанда бір-бірімізді оскорблять етпейміз. Сен мал деген сияқты. Ондай бар ма? Иә, сен андайсың, сен мындай. Өйткені уже өйтіп бет жыртысып кеткеннен кейін ары қарай уже сыйластықты кері орнату өте қиын. Уже жаңағыдай ашумен көп нәрсе айтып тастайсың ғой. Бізде ондайға бармаймыз. Жалпы мен истеричка болдым басында. Енді біздер енді айқайлаған жақсы деп секілдесің ғой. Ол маған сөйлесуді үйретті. Ол маған айтады да, сен неге мысалға үлкен адамбыз дейді да, взрослые адекватные люди, отырып сөйлесейік. Бір нәрсе түсінбей қалдың ба, сұра, мен жауап беремін ғой деп. Мысалға айтсам, маған осындай ұнаған жоқ, не үшін солай жасадың деп. Мен саған түсіндіремін. Мен не істемесе, кәдімгідей ұнамайтын болса, мен өзгеремін. Мысалы мен түсінемін, саған осындай нәрсе ұнамайды екен, олай келесіде жасамаймын деген сияқты. Солай сөйтіп бір жылдай уақыт кетті маған. Мен бұрын ойлайтын едім, адамдар өзгермейді деп, өзгереді екен. Мен андай айқай нені қойдым. Осы күні шынымен де мысалы бірдеңе ұнамаса, екеуміз отырып кәдімгі адам сияқты сөйлесіп, путем разговора шешеміз да оны. Сосын мен ең бірінші ұлымды босанып келген кезде, роддомнан ең шықтық, кішкентай, мен бір нәрсеге бұрқан талқам шығып жатыр. Сосын маған бүйтіп шок болып қарап отыр да. Сосын барды да баланы спальняға әкеліп, есікті жауып жайлап маған айтады, сен неге не істеп жатсың баланың көзінше? Мен айтамын, не түсінеді? Бүгін ғана туған бала не түсінеді деп. Ол айтады, сен ертеңгі күні вот енді міне түсінеді, енді мен қоямын деген уақыт болмайды ешқашан. Сен үйреніп кетесің баланың көзінше выяснять отношения, и сен қазірден бастап уже өзіңді тәрбиелеу керексің. Баланың көзінше мы отношения не выясняем. Баланың көзінше оны кетеді ғой дейді өз бөлмесіне. Содан кейін барып айт. Андай мен өз-өзіңді ұстай алмайсың ғой. Қазір мына жерде шығып тастау керек. Сөйтіп өз-өзімді бала болғалы өз-өзімді ұстап үйрендім. Мысалы қазір бала ұйықтап қалғаннан кейін барып сөйлесеміз. Вот сен осындай болды, мне вот это не понравилось деген сияқты. Яғни адамды емес, соның әрекетін ғана әңгімелейсіз, ұнамай қалған тұстарыңды айтасыз. Яғни бір-бірімен шешім қабылдайсыз. Ол кезде сыйластық та болады, махаббат та болады, түсіністік те болады. Бір түсінгенім жаңағыдай сол бет жыртысып бәрін айтып масың шешіліп қалғаннан кейін уже кішкене қиындау ары қарай. Сосын адам негізі сөз сүйектен өтеді дейді ғой. Өте қиын. Лучше бір рет біреу айтқан, сөйлегеннен гөрі лучше ударить один раз. Синяк пройдет, а айтқан көңілге қалған сөз не істемейді деп. Но нельзя, ни то, ни другое нельзя. Фингал келіп тұр дейсің. Айтам, главное любит деп. Енді осы жерде айтып кетсек, мысалы үшін міне жаңа айттыңыз ғой, ересек адам секілді. Кез келген қарым-қатынаста отырып сөйлесу керек, айту керек. Оны неден бастау керек? Мәселен, сіз сияқты, жаңа өзіңіз айтқан, я была истеричка, кез келген жерде айқаймен шығаратын адамды ең бірінші өзгеру неден басталады?
ол екі жақтық жұмыс. Мысалы егер ол да эстетика, мен де эстетика болса, бұл жерде ешкім жаңағыдай ешқандай шешімге келмейтін едік. Бұл жерде бір адам түсіну керек та, тым болмаса бір адам түсіну керек. Бізде көбісінің, мысалға мен сол туралы айтамын ғой стористарда, әйелдердің айтатыны менің күйеуім әңгімеге тартылмайды, әңгімеге жоқ, айта алмайды, сезімін айта алмайды. Бізде енді жаңағыдай ер адам бүйтпеу керек, ер адам өйстпеу керек деп үйретіп тастаған ғой. Оған легче мына проблеманың бетін жауып бүйтіп қойып қою. Ар жағы ол шіріп жатыр ма, ол не болып жатыр, главное беті жабық тұр болды. Оны ар жағын бетіп шығарып сөйлесіп сол жерде шешімге келіп, ең бастысы ары қарай оны көтермеу керек та ол тақырыпты. Мысалға менде де болды кезінде кешірім сұрады, мен уақыт өткеннен кейін помнишь деп вот соны да қойдым. Болды, айтылды шешілді болды. Маған таңғалады, сен біздер шешіп салсақ дедік қой, неге айтып бастадың деп. Бізге қайт дегенді сен білесің ба, 1967 жылы деп бастайсың ғой, бәрін есіңе түсіріп. Соны да қойдым. Вообще негізі күшті. Без истерики жить это классно. Онда үйрену керек қой. Бұл да бір деңгей ғой адамның. Бұл жерде, жерден сізге айта берсе, сіз өзіңіз шешім қабылдадыңыз ғой. Мен өзгерем, мен енді ондай болмаймын, мен ұрыса бермеймін деген сияқты. Өйткені әрбір ұрыс, әрбір айқай, ол біздің бір әжім, бір ағарған шаш, бір жүйке клеткасы да, жүйке жүйесінің тозуы соған келіп тұрады. Үйде әсіресе қай кухняны көп, ас үйде қандай тамақтар көп ішесіз? Бізде енді африкандық тамақтар көп жоқ. Сондықтан соның жоқтығына байланысты енді приходится дейсің қазақша. Сосын мен өзім білмеймін ғой. Болғанның өзінде де мен істеймін. Мысалға андай ауыстырып өзі бір жасайды, ана продуктын ауыстырып, все равно не то. Все равно не то. То же самое біздер ана жаққа барған кезде мысалға ол жақта көбіне здоровое питание. Денсаулыққа жаңағыдай зиян келтірмейтін деген сияқты. Ол жақта біздікі сияқты жоғарғы сұрып ұн жоқ мысалға. Ешқай ұн табу өте қиын. Көбіне жаңағыдай жүгері ұны, күріш ұны деген сияқты. Олар кішкене ана жоғары сұрыпқа қарағанда не ғой, денсаулыққа пайдалы. Өте пайдалы. Сондай, бірақ оның дәмі бір түрлі. Біздер уже үйреніп қалғанбыз ана неге. Андай бір бешбармақ бірдеме жасайын десең, жүгерінің ұнынан кішкене не очень шығады екен. Сол сияқты мына жақта да ол табылмай басында қиналып жүрді ол деген. Андай қарны ашып, андай бір тоймай сондай болып жүрді. Жейтін бірдеңе жоқ па деп па? Жейтін бірдеңе жоқ па. Ондай жағдай менде де болды, негерде жейтін бірдеңе жоқ па деген. Негізі оларда бізде мысалы айтады ғой, қазақ етті көп жейді, қазақ етті жаңағыдай қазақтан қалған деген сияқты. Қасқырдан кейін қазақ жейді дей ма? Нигерияда жейді, еттің көкесін жейді ғой. Мысалға бізде, мен ол кезде екеуміз жүріп жүрдік. Мал сою туралы әңгіме жүріп кетті. Олар түгел малды түгел үйтеді. Біздер тек басты үйтеміз ғой. Сосын мен айтамын, қойшы құрсын ал дейді деп. Оны біздер тесін алып тастаймыз ғой. Сосын мамаға айтсам, мама айтады, мә ол деген ең дәмді ғой дейді. Просто бізде көбісі ерінеді, бәрін үйтеді. Бастың өзіне құрсын бәлен сағат үйтесің ғой. Ананың бәрін үйтуге ерінеді, сосын біз лучше алып тастаймыз дейді. Негізі үйткен дәмдірек шығады деп. Солай олар бәрін үйтеді, жаңағыдай сирағын да, ішкі құрылысын да бәрін де жейді. Сосын кәдімгідей әрбір тамаққа ет қосып деген сияқты. Потому что көбісі ойлайды, олар ет жемейді екен деп. Иә, мен де ойлағам, ет жемейтін шығар көбінесе. Еще как жейді олар. Ішкі құрылыс дегенді, жаңағыдай сүйек дегендерді кәдімгідей истерге етіп жейді. Сосын онда мысалы мен ата енем ауылдық жерде тұрады ғой. Бірақ ананы ауылдық жерде айта алмайсың. Кинотеатр керек па, бәрі бар неде ауылда. Супермаркет, үлкен супермаркеттер. Ол жақта сосын енді қалаларда бар шығар. Бірақ жаңа именно біздің ауылда андай жоқ, голень замороженный, андай гормонмен өсірілген тауық деген жоқ. Менің енемнің өзінде тауық қора бар. Мысалға обедке тауық па, барып бір тауық сол жерде сразу натуральный зато. Сосын бобы көп жейді, бобы, фрукты, овощи, өздерінің жаңа егіні бар, овощ. Жүгерінің сезонында артық береді. Жүгері деген бай, әдемі болып тұрады ғой поледа. Екінші барғанымызда мангоның сезоны болды, манго күшті. Мысалға енем видеомен соғады, бананның жапырағының астында отырады көлеңкелеп. Андай ғой, өте құнарлы жер. Бір нәрсе түсіп кетсе, тек сразу бірдеме өсіп шыға келеді. Банан, кокос, мандарин, лайм бәрі өсіп тұрады. Көшеде просто кетасың, лайм өсіп тұрады, бүйтіп дикий емес, кәдімгідей жеуге болады. Спокойно жуып жей бересің. Бәлкім болашақта көшулеріңіз мүмкін бе? Мен айтамын, қарттық шақты сол жақта не істегім келеді. Өйткені ол жақта енді жаңағыдай ауа райы керемет. Табиғат тамаша, жап-жасыл ғой. Тамақтары табиғи кәдімгідей. Вот қарттық шақ ол жақта күшті сияқты. Енді бұған дейін
қарапайым мектепте жаңа оқу орталықтарында аудармашы болып жүрген, иә, қарапайым оқу орталығында мұғалім болып жүрген Зайда қазір танымал Зайда болды, иә, блогер болды. Жалпы осығанға дейін қандай болды? Қазір осылай өзгерді, өсті, ол танымалдылығы жағынан өсті, ол отбасылық жағынан жаңағы белгілі бір деңгейде өзін көтерді, иә, өзгерді. Осы өзгеріс ол сізді қазір мол табысқа әкелді. Осындай деңгейге жету үшін неден бастау керек? Африканаға тұрмысқа шығу керек. Таппасақ айтады. Африкада көп емес. Мен айтамын да, мысалға, блогер болу оңай емес. Мысалы, көбісі айтады, оған блогер, ой, какой-то 20 мың подписчик, ойбай, ана 20 мың подписчикті қалай жинайды? Мен білмеймін қалай жинайтынын. Өйткені маған өзі топ етіп келе қалды ғой. Сондықтан маған ол қиын емес. Ал қазір Reels деген шықты ғой, осы менің блогым келгеннен кейін Reels шықты. Оған дейін Reels та жоқ. Оған дейін қалай блогерлер танымал болды, мен білмеймін. Қалай жұрттар миллиондаған адам жинады, это очень сложно. Қазірдің өзінде де мысалы Reels арқылы келіп тұр да бізге адамдар. И то мен ол Reels'ті көп салмаймын. Андай кәдімгідей постоянно жұмыс жасасаң, бір кездері Жолдасым екеуміз давай аптасына 3 Reels салып көрейік деп сөйттік та. Мысалы, ол кезде біздер 71 мың болдық, 101 мыңнан атып шықтық қой. Жұмыс жасасаң келеді, жұмыс жасау керек, главное. Андай бізде көбісі енді с нуля білмеймін қалай болатынын, потому что менде уже база бар. Мен Африкаға шықтым, деген адамдар келді. Уже біздерде жаңағыдай еще айтады, личный бренд, лицо деп айтады ғой. Анда мында көрсетіп біздің бетіміз уже жұрттарға родной болып кеткенбіз, көріп бізді. Былай с нуля қалай бастайды, мен оны өзім білмеймін. Жалпы блогтан ақша табу мүмкін бе? Реклама ғой основном қазір. И то уже налоговый мына жерімізде тұр бүйтіп. Так что одан да білмеймін қаншалықты ақша келетінін. Былай блогта за просмотры Инстаграмда не платят, к сожалению. ТикТокта и Ютубта, и то ТикТок Қазақстан не платит. Ютубта только и то кәдімгідей бір определенный просмотр болу керек. Оңай емес ол. Оңай емес, бірақ көп адам осыны бастайды да, сосын бір-екі несін салды, бір жыл терледі, қойшы деп қоя салады. Жаңа сіз айтқандай 4 жыл үзбей күндегісін күнде сториске шығасыз. Иә. Ұнайды, ұнамайды? Жоқ, ұнамайды болса шығармаймын. Мен ондай. Мысалы, кейбір блогерлер бар, кәдімгідей соған келді, блогер болам деп жұмыс жасады, рекламаға берді, постоянно контент жасайды. Оларға енді обал. Бір шықпай қалса, уже актив түсіп кетеді ғой. Мен ешкім еше сұраған жоқпын, өзіне өзі солай келді. Маған ұнамаса, если у меня нет настроения, мен шықпай қаламын. Мен жаңағыдай деген кем-то қалай да мен жұмыс қылып шығуым керек деген жоқ, өзімнің состояниеме қараймын. Енді осы подкастымызды қорытындылай келе сұрағым келеді. Жалпы әйел ақшалы болу үшін сізден қандай кеңестер айтар едіңіз? Жұмыс жасау керек. Қазір енді Құдайға шүкір бар ғой, мүмкіндік бар. Қалай? Қай жерде де. Мысалға, не істей аласың? Тамақ істей аласың ба? Бірақ үйден шыға алмайсың ба? Үйден жаса, сат деген сияқты. Қалай сатасың? Қалай енді? Қазір бәрі Инстаграм ғой. Бәрі Инстаграм. Как ни крути, блогер арқылы бәрі. Қазір мысалы қанша бизнес ашылып жатыр. Блогердің рекламасыз кішкене раскрутка жасау қиын деген сияқты. Былай мен көп айналамның бәріне айтамын, ойбай, блогер болыңдар. Қазір Құдайға шүкір Reels бар. Бір зат салып атып кетсең, если повезет, атып кетсең, нормально болады деген сияқты. Бұл да оңай емес. Бірақ в любом случае финансовый независимость болу керек. Менде жұмыс жасаған жоқпын, мен просто үйде отырдым деген уақыт болған жоқ вообще, никогда. 2012-де мен университет бітірдім, содан бері қарай осы уақытқа дейін ешқандай үзіліссіз жұмыс жасап келдім. Маған өйткені ұнайды оның бәрі. Ал неден бастағанда, смотря сен қандай мамандықты бітірдің, не жасай аласың деген сияқты. Әр нәрсені монетизировать етуге болады, әр нәрсені. Кез келген жерден ақша табуға болады. Тіге аласың ба, тігіп табасың ақшаны. Тамақ істей аласың ба, тамақ істеп табасың ақшаны деген сияқты. Бізде көбісі жұмыс жасағысы келмейді. Бізде сотрудник табу қиын. Жұрттар просто отырып, директор болғысы келеді. Олай болмайды, еңбек ету керек. Мен де мысалға мұндайға сұраққа келе қалған жоқпын. 2012-ден бері қарай жұмыс жасап келдім. Көп компанияларда менде кәдімгідей органичный карьерный рост болды. Анадан жай компаниядан бастадым, былай көтеріліп, органично. Былай қараптан қарап отырып, сен ешкім форточкаға саған ақшаға деп бермейді. Еңбек ету керек. Қаржылай жоспарлау, ақшаны үнемдеу, осыншаға жинап қою, жаңа белгілі бір бар ғой қазір финансовый, не деп айтады оны? Қаржылық тәуелсіздікке шығу үшін осыншасын жинау керек, осыншасын өзіңе жұмсау керек, осыншаны осылай қылу керек деген сияқты. Мақсат болса болады. Мысалға менде болады да, осы жолы машина алғым келеді десе, мақсат бар ма, жинап қалады ақша.
былай деген на всякий случай десе менде көп жиналмайды. Былай мен мақсатым мен осы жолы мысалға квартира алуым керек па, соған кетеді. Жұмыстан асып бір мақсат болса. Мақсат болмаса как-то Сіздің қиындау отбасында сияқты. ақша кім ұстайды? М, Мен өзімдікін ұстаймын, өзімдікін жаратамын. Жолдасымдікін өзі ұстайды, бірақ та жаңағыдай көп жерлерде мен төлеуім керек, өйткені барлығы менің атымда. Оның атында ол Қазақстан резиденция жоқ болғаны, оның атында ештеңе жоқ, бәрі менің атымда. Сондықтан төлейтін заттарды мен төлеймін, бірақ ақшаны өзі ұстайды. Менің өзімнің тауып жатқан блогтан болсын, өзім жаңағыдай кейде ағылшын марафондар өткіземін, олардың барлығы өзімде, ол ешкімге отчетты бермеймін, не істеп жатырмын, неғып жатырмын, ол өзімдікі. Солай болу керек негізі. Общесемейный бюджет жолдасымның атында, мен өзімдікі за мои свои прихоти. Өзімдікі. Иә. Енді осы жерден тағы да бір сіздің жаңағы біздің көрермендерімізге жаңадан блог бастап жатқан жандарға бір кеңес болсын. Сізден айтылатын топ 3 кеңес жетістікке жету үшін, табысты болу үшін. Біз бағанадан бері әңгімені негізі айтып жатырмыз, осында бір топ 3 кеңес. Тоқтамау керек. Привет моим 3 подписчикам деп түсіре бересіздер. Тоқтамай. Бір күні бірден жеңістікке келеді бәрібір. Екіншіден ерінбеу керек. Мен өзім еріншекпін, страшно. Мен кейде ерініп қалсам, көремін жаңағыдай активность түсіп қалады бізде де, ерініп қалсам. Былай кәдімгідей жаңағыдай өткен айттым ғой, бір цель қойып аптасына 3 рет рилс шығарайықшы деп, солай шығарған кезде көз алдымда өсті ғой былай. Содан кейін тоқтап қалдым. Сол керек. Үшіншіден бастап кету керек. Ең бастысы бастап кету керек. Бізде көбісі деген, менде освещение жоқ, менде дұрыс камера жоқ, менде петличка жоқ. Күшті блогерлерді байқасаңыз, басында качествосы не очень ғой. Өйткені жай бастап кетті олар. Артынан жайлап бұйырса ақша келіп жатса, дұрыс камера аласыз, дұрыс освещение аласыз. Ең бастысы, мысалға менде кейде болады ғой, сторис түсіріп жатамын да, камерам бұлдырап тұрады. Сол әңгіме айтып жатып түсіріп жіберемін былай. Саған айтады менің ең басты хейтерім ол менің анам. Сол жерде айналайын үстіңе бірдеңе киіші. Ана камераңды түсіріп жейші. Шашыңды ара жейші деп. Мен как есть шыға беремін. Поэтому адамға ең бастысы көбісі качествоға емес, адамның энергиясына қарайды. Не айтып жатсың соған қарайды. Қазіргі таңда шынайылық қой. Шынайылық. Міне мен қазір бүйтіп жатырмын деп отқан, соның өзі өтеді. Жалпы блогерлік, біз бұрын газет оқитын, бұрынғы біздің кітап оқитын, газет оқитын, сосын телевидениеге келіп көштік, барлық адам телевидение жаңалықтарды көреді, хабарларды көреді. Қазір сол деңгей бұл осы телефонға келді. Екінің бірінің қолында телефон. Осы телефон арқылы біз қазір ұрпақты тәрбиелеп жатырмыз. Телефон арқылы біз қазір ақпарат аламыз, анда мынандай болып жатыр екен, мынаны бүйту керек екен ғой. Қазір бәрі ақыл айтады деген сияқты, Енді сіз блогер ретінде бұл телефон арқылы адамзатты қалай тәрбиелеп жатырсыз? Сіздің ұстанатын бағытыңыз? Ұнатпаймын ондайды. Мысалы маған айтады, сен балдарың күшті тәрбиеле, қалай жасап жатсың? Мен андай баланы бүйту керек. Мен ондай. Мен единственный айта алатын нәрсем бұл ағылшын тілі, өйткені ол менің мамандығым. Былай өмірде мен өзім осы өмірде бірінші рет жүріп жатырмын, мен де көп нәрсені білмеймін. Мен айтамын, мен көбісін интуитивно жасаймын. Осылай деген сияқты. Мысалы менің балам қазір 3-ке келеді, июньде. Ода телефон жоқ, телефон ұстамайды. Мультфильмді деген арасында бір уақытымен телевизордан қосамын. Былай телефон, планшет қолына беріп қою, мезгілсіз уақыт мультфильм қосу деген жоқ. Тәтті бермеймін. Жаңағыдай, пока мен контролировать ете алатын уақытта мен оны контролировать етемін. Маған айтады, қазір кішкентай кезінде жемегенде қашан жейді ол тәттіні деп айтады. Өмір әлі талай мусордың бәрін жейді ғой болашақта. Қазір мен пока могу контролировать, я его контролирую. Андай химозный нәрсе, чипсы, кола, шоколад дегендерді ол білмейді көбіне. Қазір ол чисто ет, овощи, сондай арасында бір беріп тұрам, M&M's-дан цвета әдемі ғой, әртүрлі түсте. И то оны упаковкасын бәрін білмеймін, жартысынан көбін оқып қаламын. Бір кішкентай қолынан беремін, андай, мынау қызыл түс, мынау сары түс деген сияқты болды. Соны айтады, сен қалай не істедің? Қалай жоқ, істейсің, аласың да істейсің. Ол еңбек. Мысалы маған айтады, сенің балаң 3-ке келгенде әріп таниды, ананы білетін, қалай? Мен жұмыс жасаймын өйткені. Баламен уақытты өзің өткізесің? Әрине. Ол үйрететін, оқытып үйрететін, үйде 40 кітап бар, оның бәрін отырып, оның еңбек. Сен баланы өзің үшін туасың, оның үлкен жауапкершілігі бар артында. Соны да білу керек та. Баламен прогулкаға шығу, оның жаңағыдай активный болуы, барлығы біздің мойнымызда. Мен де не против мультфильм қосып қойып спокойно жата беруге. Так нельзя. Ол бала өсу керек, даму керек деген сияқты.
Сондықтан сұрақ қалай болады? Иә, сұрақ не болды? күшті. Тәрбие. Мгм. Вот. Мен ондай стористарда қазір деген көбісі күшті көреді, ана ақыл айтып Иә. отырғанда. Мен өзіме ұнамайды. Хотя маған көбісі сұрайды, былай, мысалға екеуіңнің отношениялары күшті. Айтшы, совет айтшы. Мен не совет айтамын? Өзім әрең жүрмін осы жүргенде. Былай ағылшын тілінде совет могу дать. Вот то, что мен оқыдым. Былай өмір сүруден ақыл бере алмаймын. Ренжімеңдер дейсің. Өте күшті. Мен осы подкаст бағытында біздерде бір нақты жоба болған, нақты сұрақтар болған кезде біз қоғамға пайдалы болсақ, адам бір күшті бір нәрсе естісе деген ой болды. Мен ойлаймын, біздің подкастымыздан біз өте құнды ақпараттар бере алдық деп. Мысалы, сіз айтасыз, сіз мотивация бересіз, маған айтасыз, мотивация бересіз, тәрбие бересіз деп. Мен мысалға солай істеймін деп айтады ғой, мысалға сөзден көрі іспен жеткізу керек деп та. Мен мысалға бүйту керек, сөйту керек айтпаймын, бірақ менің стористарымнан көреді солай болып жатырғанын. Солай сұрайды. Сосын мысалы маған айтады, мен сторис түсіріп жатамын, қасыма балам келеді ғой. Мен стористі қоямын, айтып жатқан сөздің бәрін қоямын да, балама уақыт бөлемін. Соның сұрағын решать етіп барып, қайтып келемін сторисіма. Соны мен осы істеу керек деп айтпаймын, соны көреді адамдар. Сосын айтады, мә күшті да, мен мама деп отыра береміз ғой біздер деп, мамалатып қойып деп. Мен бала келіп тұрма, баладан артық ешкім жоқ, баладан маңызды ешкім жоқ. Потому что индивидуально бәрі. Иә, әр ана. Мысалға менің балама жасайтын өтетін зат сіздің балаңызға өтпеуі мүмкін мысалы. Жалпы подкаст барысы сізге қалай болды? Не айттық? Давай мынаны айтайық дейтін ой бар ма сізде? Мынаны айтайықшы, мынау қалай болды деген. Жалпы өзіңізге подкасттың бағыты қалай болды? Жақсы. Енді бір болады мысалға негативно настроенный адамдар да. Қазақта болмадың ба сен сонда деп ойлаймын, сондай болатын болса не істеймін екен деп. Сондықтан жақсы. Жалпы негізі сіздің подкасттың не жөнінде? Қандай адамдарды шақырасыз? Бұл подкастқа белгілі бір деңгейде жетістікке жеткен. Сіз айтасыз ғой, мен мама үйрете бергім келеді. Сол сияқты мен подкасттан съемка түсірген, ол маған қатты ұнайды. Мен жұмыс жасап жатқан жоқпын. Мен ләззат алып отырмын осы процесстен. И сол кезде бастап түсірген кезде мен айттым, дәл мен сияқты. Мен кішкентай ғана, бірақ әр адамның өзінің жүріп өткен жолы бар. Сіздің де дәл қазіргі сәтте мен бақыттымын деп отырғанда өзінің жүрген жолы бар. Кез келген жетістікке жеткен адамның артында жол бар. Менің бұл подкастты шығарудағы мақсатым сол жолды көрсеткім келеді да. Негізі жұмысты сүю, өзінің жасап жүрген жұмысты сүю өте маңызды. Мысалға бізде группада, мен универде оқыған кезде бір қыз болды, бізге Иниязға келіп жүрді. Ол бірақ билегісі келді, хореограф болғысы келді. Оның әке-шешесі жоқ, сен ол кезде переводчик, мұғалім дегендер күшті кейіннен шығып жатыр. Сен переводчик болу керексің, біз Иниязға түсіреді. Ана қыз деген партаның артында жатады, сабаққа кешігіп кетті, тым қызығушылығы жоқ. Сөйтіп бірінші курста әрең дегенде бітірді, зачет болмай тапсырып әрең дегенде бітірді. Екінші курс болған кезде телефон соқты бізге. Мен екінші курстан бастап келмеймін, мен ақыры хореографқа түсетін болып жатырмын деп. Сөйтіп хореографқа түседі, Европа аралап келді, кәдімгідей күшті жетістіктерге жетті. Өйткені ол сүйеді да. Ол кезде әке-шешесінің айтқаны, сен одан қандай табыс көресің? Кім боласың сен өйтіп құтырынып билеп жүргеннен деп. Қандай табысқа жетті. Сондықтан мен соны көбіне мысал қыламын да. Біздерге оқу орталығына да келеді ата-аналар. Мен мына балам деген футболист болғысы келеді. Мен бұған деген юрист бол деп айтып отырмын деп. Мен айтамын, егер ол сантехник болғым келеді десе, болсын. Ол сүйетін болса, бір жетістікке жетеді қалай болғанда да. Кәдімгі жан тәнмен жақсы көріп, бізде көбісі бас тастағанда ол тіпті не болғысы келетінін де білмейтін адамдар өте көп. Неге? Өйткені оған ешқандай да мүмкіндік бермейді ойлануға, сезінуге, не болғым келеді деген сияқты. Бізге кейбір ата-аналар келеді. Мысалы, недавно бір кісі келді, 16 жасар баласын алып келді, ер бала, 16 жаста. Білмеймін, мына бала сөйлемейді, не істейтінін дейді да. Бір шығару керек, не ағылшынша сөйлемейді, не кім болатынын білмейді деп. Айтамын, хорошо, қай мектепте оқиды? 40-шы мектепте оқиды. Таңертең оқисың ба, кеш? Таңертең оқиды. Мамасы жауап беріп отыр. Сосын қандай мамандыққа түскің келеді? Білмейді, өзі білмейді. Айтамын, кешіресіз, мен балам өзіме сөйлесейін деп едім. Өйткені анасы сөйлеуге мұрша бермейді балаға. Сосын мен ана кісіге айттым, отыра тұрсам, мен баланы өзіме сөйлесейін деп. Енді мен сұрақ отырсам, жаңағыдай ағылшын неге керек деген сияқты. Қандай не білесің, оқыдың ба деп жауап бере алмайды, мамасына қарай береді қайта. Ана баланы да бас тастаған ғой. Орнына жауап беріп, орнына шешім қабылдап, бас тастаған, ол тіпті қарапайым мектепте қайсымен деп оқисың деген сұраққа жауап бере алмай жатыр ғой. Қайта жалтаңдап мамасына қарайды да. Поэтому әркім бір самостоятельный болу керек. Әркімге өзіне бір
ол сен балаға иә жауаптысың, бірақ та ол өзінің өмірін өзі сүру керек та ары қарай. Мамандық таңдап, ол қателесіп ол өзінің қателігі. Қателеспейтін адам жоқ, қателікпен үйренеді бәрі солай. Кез келген ата ананың міндеті балаңды жеке тұлға етіп өсіру. Иә. Бізде көбісі баланың орнына шешіп тастайды да. Бірақ при этом ол бала неге сөйлемейді, неге ол білмейді, осы жүрген дейді, ол қалай жүрмейді енді. Өмір бойына оның орнына сіз шешім қабылдап келдіңіз. И вдруг ол жігіт болып, еркек болып шығу керек, шықпайды ғой еркек болып. Әке шешесінің сөзін сіз ештеңе істей алмайтын кісі болып шығады солай. Зайда, бізге уақыт болып келгеніңе көп рахмет. Өте құнды, жан жақты сондай бір подкаст болды деп ойлаймын. Өзіме қатты ұнады сізбен сөйлесіп, біз бір ғана тақырып емес, біз жалпы отбасылық құндылықты адам ретінде қалай болып қалыптасу керек, жан жақты әңгіме қозғадық деп ойлаймын. Көп рахмет. Сізге Алла береке берсін, жұмыстарыңыз жүрсін, ұлыңыз, қызыңыз өссін, барлық ойлаған арман тілектеріңіз орындалсын. Сізге де сәттілік. 100 миллион подписчик тілеймін. Әмин. Айтпақшы, қымбатты көрермен, міндетті түрде Шолпан Абат YouTube каналына подписаться басып, ұнаса да ұнамаса да лайк басыңыз, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Жалпы бұл подкасттан сіз қандай ой түйдіңіз? Жақсы болсын, жаман болсын жазып кетіңіз, өйткені бұл сіздің бір ғана пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Сізге қарап біз ой түйеміз, көрерменге осылай болып жатыр екен деген секілді сіздердің әрбір пікірлеріңізді біз оқимыз, соған байланысты әрекет ететін боламыз. Қымбатты көрермен, бәрі мүмкін подкастының келесі эфирінде амандықпен жүздескенше сау болыңыз. Қазақ таппадыңыз ба не? Я же говорил, мына тақырыпты көтермесін деп. Айтқан жоқпыз ба, мен мынандай подкасттарға бармаймын. Менде қанша телевидение шақырады, негр деп. Так задолбали, вы айттым ғой мен. Я же вашему продюсеру говорила. Ондай тақырып көтермесін. Сіздер кәсіпкер туралы айтамын дедіңіз ғой. Мен тыңдамаймын ештеңе де. Мен осындай тақырыпқа айтатын, осындай тақырыпқа айтатын, маған ондай тақырып керек емес. Маған деген вот тут уже стоит никакой негр, сами идите казахам своим деп қойсын. Ұрсалмайды екенсіз бе?